бір кем дүние. Өмірде түрлі жағдай болады. Біріне тағдырдың салғаны дерсіз, енді біріне маңдайына жазылғаны сол болар деп қоярсыз. Иә, жазмыштан озмыш жоқ. Бұл сөздің ақиқатына енді көз жеткендей. Адамның дегені бола берер дейсіз бе? Осыдан біраз бұрын естіген мына бір әңгіме ойға қалдырды. Қанша жерден ойламайын, еске алмайын, ұмытайын дегенмен сол бір әңгіме құлақ түбінде тағы да шың ете қалғандай. Аңсар үйдегі жалғыз ұл. Ата-анасы, жаратқан берген жалғыз ұлым деп бетін қақпай, таршылық көргізбей өсірді. Қазақта жалғыз ұлы бардың шығар шықпас жаны бар демей ме? Тумысынан жалғыз болғандықтан өзіне серік болар бауырды қалаушы еді. Достарының бауырлармен бірге ойнап жүргеніне қызыға қарайтын. Ол кішкентайынан қатарластарынан дара болып өсті. Себебі де жоқ емес. Өзгелер сүйсіне қарайтын оның тәртібі тым тамашатын. Тектілігі де бір төбе. Ауылдағы мектепті аяқтаған соң алып шаһарға келіп, жоғары оқу орнын үздік бағамен тәмамдайды. Өмірлік жарын университет қабырғасында жүргенде жолықтырады. Студенттік шақтан өмір баспалдағының қиындығына мойымай, бірге қол ұстасқан екі жастың махаббаты да бекемеді. Сүйікті жарымен араға жылдар салып, екі бірдей қызғалдақтың әкесі атанды. Әкеден көрген тәрбиесімен қос қызын қатарынан кем етпей, бар тәттісін, жиған тергенін алдына қойып өсірді. Өзі жалғыз өскендіктен көп балалы әке атанып, мұрагерінің болуын армандайтын. Тағдыр ғой. Мұндай бақ аңсарға бұйырмаған-ау, сірә. Арманы көкейінде кернеп қала берді. Уақыт сырғып өтіп жатты. Екі қызы бой жетті, өз теңін тауып, тұрмысқа шықты. Бірақ қазаққа емес, шетел асып, өзге елдің азаматының қолынан ұстап кете барды. Немерелері де сол жақта. Иә, қазіргі таңда қазақ қыздарының шетел азаматына тұрмысқа шығуы алаңдатарлық жағдай. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді қазақ. Ал өзге ұлтқа күйеуге шыққан қыздардың баласы ертең жеті атасын қалай айтады? Аңсардың жанына бататыны артында қалып, ізін жалғар тұяғының болмағаны. Қыздарын жиі көре алмайды. Елде тұрғандай болады деймісіз? Ауыл ішінде болса, арагідік келіп тұрар ма еді? Көз қуанышы көз алдында емес, жырақта жүргені жанына жара. Ішкі дүниесін ақтарып айтып, сырласатын бауыры да жоқ. Өйткені әкеден жалғыз еді. Аңсар бүгінде 70-тің жетеуіне жетті. Бас ауырып, балтыр сыздаған шағында жанына жалау болатын баласын іздейді. Жаратқан маған бір ұл бергенде, соның қолында немеренің қызығын көріп отырар ма едім? Қартайған шағымда бабымды жасар баламның болмағаны ай, деп өмірге налитыны бар. Ағайын туыспен байланысы да үзіліп барады. Қонаққа барған сайын үй ажарын кіргізген сәбидің сыңғыр күлкісін естіп, өзін іштей мүжи беруші еді. Жақындары жұбату сөздерін жиі айтатын. Бірақ бұл оған жараның аузын тырнағандай көрініп көңіліне қаяу салатын. Осылайша жүрегіне ауыр салмақ түсірді. Бүгін міне тағы да далада жаңбыр жауып тұр. Терезеге тамшылаған жаңбыр тырсылынан аңсардың кеудесін сағыныш кернеп, жүрек түкпіріндегі арманы оянып, жанарынан жас ытқып шықты. Әжім-әжім бетінен сырғи түскен моншақ жасының астарында балаға деген, сәбиге деген үлкен сағыныш жатты. Біреуге бақыт сыйлап, біреуді жылусыз қалдырған бір кем дүние ай. Деп оқиға өз мәресіне жетеді. Видео қызықты болса, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Достарыңа жібер және өзіңнің қызықты оқиғаларыңмен бөліс.